Сәлем достар, сізбен бірге мен Саконя. Бүгінгі видеода мен сіздерге менің құрбым берілген сыйлыққа көрсетейін. Және де оны менің құрбым берді. Және де менің туған күнім жақындап келе жатыр. Маған ерте берді. Бүгін берді, қазір көрсетейін. Осындай бір қорапкада Элза. Вот. Ішін ашып көрсетейін. Бұлай көрсетейін. Ішінде біріншіден дәптер, осындай дәптерлер, осындай екі дәптер. Берді Storybook. Бұларды маған қатты ұнады, яғни күшті стилі де, андай стиль, не стиль сияқты, кәдімгідей үкі және де андай қыздар сурет салады ғой. Үкін суретін салады ғой, мысалы сурет сабағында сондай не затқа ұқсайды, неге салғаннан ұнады. Енді кейбіреулеріне ұнамайды, кейбіреулеріне ұнайды, маған ұнайды әйтеуір. Келесі снаряждение, яғни бұл маған берілген открытка. Рахмет, бұның ішінде тым жоқ, тым жоқ. Бірақ ниетіңе рахмет енді. Келесі ол осындай бір блокнот берді, прям күшті. Мен бұның ішіне әлі жазған жоқ. Негізі бұның сыртағыдай затпен қапталған болатын. Мен оны аштым. Не? Вау. Шы жазылмаған. Бұны мен приветик коллекциясына, яғни приветик коллекциясын естемейтін болдым. Приветик коллекциясына мынаған жазбаймын, басқа бір блокнотқа жазамын. И ол блокнот менің жазып жүрген блокнотымды ауыстыратын боламын. Приветик коллекция мынаған емес, әйтеуір. Келесі мындай бумажный мирға керек заттар, ол маркерлер. Енді маркерлер болады ғой. Керек, маған қатты керек осы маркерлер. Вот осындай маркерлер. Менде тағы біреуі бар. Біреуі просто оны мен істемеймін. Міне, осындай маркерлер. Прям күшті. Келесі осындай бір фломастерлер. Бұл маған қатты керек қойген керек зат. Не? Ішінде 6 бар, бірақ 12 цветті. Міне. Вот. Мінеки. Осындай бір подарка. И енді ең соңғы зат ол осындай бір карандаш. Және бұның мына жері жыртылып қалды. Және де мен ашырып жатқан кезде бұл жыртылып қалды. 12 цветі бар. Маған қатты ұнайды карандаш. Міне. Мінеки осындай бір қорапқа салып берді. Рахмет саған. Подарок не? Осы видеоны көріп отсаң, саған Аслай деген құрбыма сәлем жолдаймын. Саған рахмет, осы менің туған күніме берген сыйлығыңа рахмет. Сау болыңыздар. Сіздерге ұнаса лайк басып кетіңіздер, енді міндетті түрде. Енді көбісі осындай видеолар түсіріп жатады, құрбымнан берген сыйлықтарды мен де түсіріп көрейін дедім. Сау болыңыздар.